Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер, бүгін біз ерекше тағам вареники жасайтын боламыз. Ең бірінші осылай ұныма бір кружка айранымды құямын, одан кейін қасықпен араластырып аламын. Осылай қасықпен араластырып болғаннан кейін қолмен араластырамын. Мінекей ұнымыз дайын болып қалды. Енді жарты сағатқа пакетке салып тынықтырып қоямыз. Достар, мен сіздерге етпен және картоппен көрсететін боламын. Мен сүрленген етті тартқыштан өткізіп аламын. Одан кейін тартқышымызға бір жуаны осылай 4 бөлікке бөліп салып жіберсек жеткілікті болады. Мінекей біздің ішіне салатын затымыз дайын. Бір қасық тұзбен бұрышымызды салып араластырамыз. Келесі начинканы картоптан жасайтын боламыз. Осылай 2 бөлікке бөліп суға қайнатып аламыз. Мінекей картопымыз дайын. Енді бір қасық тұз және бұрышымыз салып араластырамыз. Және бір қасық қаймақ саламыз. Біздің қамырымыз да дайын. Енді ұзыннан бөліп турайтын боламыз. Мінекей достар, осылай ұзыннан жылан құсатып илетіп, кішкентай бөлшектерге бөлеміз. Мінекей қамырымызды осылай илеп, ішіне етімізді және картопты кезектен кезек саламыз. Осылай шетінен басып, айналдырып жабыстырамыз. Осындай керемет болып шықты. Қазір суға қайнататын боламыз. Мінекей достар, иісі мұрын жаратындай өте керемет болып шықты. Назарларыңызға рахмет.